Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен молочная девочка пісіреміз. Ең бірінші ыдысқа сгущенка құйып аламыз. 300 грамм. Үстіне жұмыртқа саламыз. 2 жұмыртқа. Екеуін жақсылап араластырамыз миксермен. 5-10 минут уақыт араластыру керек. Жақсы көтерілу үшін 10 грамм разрыхитель қосамыз. Үстіне ұнды електен өткізіп аламыз. Шыққан массаны кондитерский пакетке салып аламыз. Пергамент қағазы төселінген формаға осылай дөңгелектеп массаны құйып аламыз. Духовканы 180 градусқа қыздырып қою керек. 5-10 минут пісіріп аласыз. Өзіңіздің духовкаңызға байланысты. Негізі 20 печеньедай шығады. Мен осылай 2-ке бөліп пісірдім. Молочная девочканың печеньялар пісіп жатқанша біз крем жасаймыз. 100 грамм сливки, 100 грамм крем-чиз және сахарная пудра 50 грамм қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Піскен печеньяларды осындай бірдей формада кесіп аламыз. Қалған печеньялардан өзіңізге трайфл жасасаңыз болады. Мен солай істедім. Капсулалар жылжып кетпеу үшін астына крем жақсаңыз болады. Сол кезде жылжымай ұстап тұрады.
өзіңіз қалағанша видеода көріп тұрғандай құйып шықсаңыз болады кремді. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Ең жоғарғы жағын фруктымен болмаса жеміс-жидекпен оформлять етсеңіз болады. Лайк басып, комментарий қалдыруыңызды ұмытпаңыз. Сізден подписка күтем.